Бүгін Ақманай тойханасын bir ажарға ашып тұрған. Ақманай тойханасын ең бұрын нұрландырып тұрған. Ақманай тойханасына нұр шашып тұрған сүйкімді апаларымыз анығыра шығылдырады. Меймандар білесіздер бе? Дүниеде апа деген сөз, ене деген сөз, бұл құлаққа қандай соны ұғылады. Құлаққа қандай соның кереметті сөз болу ұғылады меймандар. Апа деген сөз, ене деген сөз, бұл құлаққа жағымды ұғылып, жүректің түпкірінде сақталып тұрған ең бір соның кереметті сөздерін қатары толды меймандар. Өзгеше дүниеде аял заты нәрестелі болса, нәрестенің жашынағай қылығына, нәрестенің жашынағай чыдына, нәрестенің ширек-ширек күлгілері болып, ошылушыларда аял затының, ошылушыларда апалардың başı көкке жетіп, ең бір соның қуанып сөйлеткен меймандар. Қайсы бір жыллары Нұргүл апамыз жашынақай қыз болады. Қызының ширен-ширен күлкілеріне, қызының ажарлы жүдіне, қызының аппалағай жүзіндегі болып, ошылушыларда Нұргүл апамыздың başı көкке жетіп, ушыл күндерді, ушыл минуттерді, ушыл бақылы көзірмендерді жүрегінің түпкіріне сақтап қойып меймандар. Өзгеше жүрегінің түпкіріндегі ниеттер, тілектер, ой мақсат ешке ашып, жашынақай қызы ерезеге жетіп, тұрмыштың даңғыз жолына атасының, апасының өзгеше ақ батасымен ұзауып тұрса, аға болған, аға ақ батасы мерген, бүгін Нұргүл апамыз қуанып тұрады. Бүгін Нұргүл апамыздың başı тағылып, көкке жетіп тұрады меймандар. Ушындай кереметті апамыздың ақ бойына, ақ қызына, ақ сүтіне 10 секундта қол шаппасақ болмайды меймандар. Апамыздың өмірі